Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Құрма дәрумендерге бай жеміс түрі. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады, сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Дені сау адамдар күніне 2-3 құрма жей алады. Диетолог мамандар бұдан көп жемеуге кеңес береді, өйткені оның құрамында жеңіл көмірсулар бар. Бүйрегінде тасы бар және ұйқы безінің ауруына шалдыққан адамдарға құрма жеуге болмайды. Диабетпен ауыратындарға құрманы көп жемегені дұрыс, өйткені ол айтарлықтай тәтті. Тәулігіне 1-ін ғана жеуге болады екен. Достар, бүгінгі менің пайдалы ақпаратым ұнаса, арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.